Шариғатта бейуақытта ұйықтауға болмайтын туралы не айтылған? Қазақ ұғымында бейуақ ыңғайсыз уақыт. Бұл уақытта ұйықтауға қатаң тыйым салынған. Үңіре жатқан ырыссыз қалар деген мәтел осыны айғақтайды. Мұның шариғатта да негізі жоқ емес. Сахаба Әбу Хурайрадан жеткен бір хадис шәрифте былай делінеді: шынында Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам құптан алдыңғы ұйқыны ұнамыз көретін, әрі құптан кейін әңгіме дүкен құруды ұнамыз көретін. Хадистен анық байқағанымыздай, пайғамбарымыз ақшадан кейін ұйықтауды хош көрмеген. Осыған орай үш мәзһаб ғұламалар ақшам намазынан кейін ұйықтауды мәкруһ санаса, ханафи ғалымдары егер құптанға тұрғызатын адам болса, ақшамнан кейін бір сәт ұйықтауына рұқсат деп есептеген. Себебі сахаба Абдулла ибн Омар құптанға оятуды сұрап, өзі ақшамнан кейін бір сәт мызғып алатын болған екен. Ислам дінінде айдың тұтылуы туралы не айтылған? Бұнымен қатар басқа бір сахих хадисте күн батқанда жер бетінен жын-шайтандар жайылатыны айтылады. Қазақта мұны іңірде шайтан көшеді деп түсіндірген. Сол екі арада қараңғы түскенше біраз уақыт жас балаларды далаға жібермеуді қатаң ескерткен Алла елшісі. Ендеше бейуақытта ұйықтамаудың бір мәні де осында жатуы мүмкін. Осы тұрғыда қазақ ырымында күнмен таласпа деген сөз де бар. Ол күн батар алдында ұйықтамауды білдірсе керек. Оған да қатысы діни негіздеме боларлықтай риуаяттарды келтіруге болады. Мысалы, бір әлсіз хадисте екіндіден кейін ұйықтаған әлдекімнің басы дел-сал болса өзінен көрсін делінген. Осыдан келіп кей ислам ғалымдары аср намазынан кейін ұйықтауды жеңіл мәкруһ санайды. Осылайша біздің арнайы видеомыз аяқталды. Достар, арнамыздан лайк басамыз, бейуақытта ұйықтамауға кеңес беремін. Қош сау болыңыздар.